Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге керемет құймақтарды рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен 2 жұмыртқамызға қантты саламыз. Өзіңіз қалағанша саласыз. Мен 3-4 қасықтай салдым. Тұз себеміз, шым тұз. Жақсылап араластырамыз. Қанты ерігенше жақсылап араластырамыз. Оның үстіне бөлме температурасындағы жылы сүтті құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Електен өткізген ұнды салып, жақсылап араластырамыз. Түйіршік қалмайтындай етіп араластыру керек. Оның үстіне қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Тағы да бірнеше рет араластырып, ең соңында 4-5 ас қасық сұйық майды құямыз. Сұйық майымыз иіссіз болғаны дұрыс. Тағы да жақсылап араластырамыз. Бізде осындай сұйық масса шығады. Табамызды қыздырып, бірінші рет пісіру үшін майлап аламыз. Одан кейін май жақпасаңыздар да болады. Солай құя отырып пісіріп аламыз. Енді қамыры өте нәзік болады. Жасап көруге кеңес беремін.